Мен бүгін сіздерге Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылының ұлы дала анасына лайықты деп танылған ұлы ана Әмір Күлкен Жаубасарқызы туралы айтпақшымын. Әмір Күлкен Жаубасарқызы 1952 жылы 17 қараша күні Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында көп балалы шаруа отбасында дүниеге келген. Жоғарғы санаттағы ұстаз, педагогикалық өтілі 38 жыл, 32 жыл мектеп басшысы қызметінде болған. Нұр Отан партиясында білікті мамандар мүшесі, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі төсбелгісімен, Қазақстан Республикасы Конституциясына 10 жыл медальмен, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері төсбелгісімен, Ыбырай Алтынсарин төсбелгісімен, Жамбыл ауданының құрметті азаматы және Каменский медалінің иегері. Аяулы қыз, асыл ана, сенімді жар, туған жерінің патриот қызы, ақ жаулықты әже атанған Әмір Күлкен Жаубасарқызын ұлы дала анасы деп сеніммен, мақтанышпен айтамын. Қайырлы күн, құрметті Күлкен Жаубасарына. Келген 22 наурыз ұлыстың ұлы күні құтты болсын, жанұяңызға, отбасыңызға жақсылыға келсін, деніңіз сау болсын, әрқашанда осындай көңіл күйде өзіңіздің ауданыңыз үшін, ұрпақтарымыз үшін жұмысыңызды жандандырып жүре беріңіз. Мен сізді ұлы ана ретінде қабылдап, бүгін сізден сұхбат алуға келіп отырмын. Сіздің атқарған осы ауданымыз үшін бала тәрбиесінде, қоғамдық жұмыстарда көптеген белсенді жұмыстар атқардыңыз. Сондықтан да сіз өзіңіз туралы, өзіңіздің өмірбаяңыз туралы қысқаша айта кетсеңіз. Қазіргі теңеуіңе көптен көп рахмет, Гүлзира. Шын мәнінде бұл үлкен жұмыстар атқарылды. Енді өзім жай туралы айта кететін болсам, мен 1952 жылы қараша айының 17 күні дүниеге келгем. Осы ауданда кезінде Белинский атындағы, қазіргі Абай атындағы орта мектебін бітіріп, кейінгі жастарға жүрек деген ұшып тұрған кезінде Алматыға барып, сол жерге оқуға түсеміз деп әттең болып қайтып келген жағдай болатұғын. Бірақ келесі жылы Қарағанды мемлекеттік университетіне физика-математика факультетіне түсіп, соны тәмамдап, 1974 жылы Жезқазған педагогикалық институты ашылған. Сол кезінде сол жаққа мені кафедра меңгерушісі ретінде жіберген. Бірақ өзіміз енді қарапайым отбасында тәрбиеленіп отырған соң кейін әкеміздің, шешеміздің қас-қабағына қарап жүрген балалар болғандықтан, әкем сол кезінде қатты ауырып, мен үйге қайтуға мәжбүр болдым. Келген жылы, сол жылы 1974 жылы мен кезінде Крупская атындағы орта мектепте, қазіргі Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектебіне физика пәнінің мұғалімі болып қызмет атқардым. Бар күшімді, жігерімді сол кезінде көрсетуге тырыстым. Мүмкін сол да шығар, жаңағы ата-анамыздың тәрбиелеген, көрсеткен тәлім тәрбиесі барлығы соған әсері болған шығар. 4 айдан ғой мен педагог-организатор болып қызмет атқардым. Содан ары қарай сол мұғалімдік жаңа қызметімді атқара отырып, 1976 жылы оқу тәрбиесі жөніндегі орынбасары болдым. 1980 жылы өмірге, дүниеге 2 бала алып келдім. Әлішер мен Сағынышты отбасын құрдық сол кезінде. 1981 жылы Новороссийск орта мектебінің директоры болып, сол жаққа тағайындалып, сол жерде 6 жыл жұмыс істеп келіп, 1987 жылы осы Крупская атындағы орта мектеп, кейін ол Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектеп болды, сол жерге мектеп директоры болып тағайындалып келдім. Әрине, орталықта жұмыс істеу, ауылдағы мектептермен орталықта жұмыс істеу мектеп директоры болып жүргенің өте өзінің қиыншылығы да бар, жақсылығы да бар. Бірақ соған күш керек, қайрат керек, жігер керек. Соның барлығына қызмет жасағанда ең бастысы артыңдағы тірегің мықты болу керек.
отбасың мықты болу керек, қасыңдағы айналадағы жора жолдастарың сені бағалай білу керек. Осы орайда мен енеме көптен көп рахметімді айтам. Себебі сол кісінің арқасында жаңа кішкентай балалар, Әлішер мен Сағыныштар, жаңадан өсіп келе жатқан балалар, сол кісі көп көмек көрсетті маған. Соны ертеңнен кетіп, кешке қарай бірақ келетін. Сондықтан да осы бүгінгі мына ұлы дала анасы деген әңгімені айтып жатырмыз ғой. Сол ұлы дала анасы деп мен енемді де теңейтін едім. Себебі сол кісінің арқасында осы қаншама мен жетістіктерге жеттім, қаншама құрметке иелендім, соның барлығы сол кісінің арқасы деп ойлаймын. Енді оңай емес тізгіннің барлығын бірдей ұстау. Үйде ұстау керек. Ана ретінде өзіңді көрсетуің керек, жар ретінде көрсетуің керек, дос ретінде көрсетуің керек, келін ретінде, туған туысқандардың арасында да болу керек, барлығына қатысу керек. Солар жағдайдардың барлығын орындау, ол үшін әйел азаматқа көп күш керек. Ол күшті мен қайдан алдым? Ол күшті мен өзімнің айналамдағы жора жолдастарымнан алдым. Сол кісілердің жақсы сөздері, жақсы ниеттері, маған айтылған тілектері маған кәдімгідей қанатымды жайып, жақсы ұшуға, жақсы тәжірибеге жетуге апарды. Енді құрметті Күлкен Жаласарына, жаңа өзіңіздің өмір баяныңыз туралы айта кеттіңіз. Қызметпен жанұяны қатар алып жүру, ол өте әйел адам үшін өте қиын. Жаңада айтып жатсыз, мен де енді сіздің артыңыздан келе жатырмын. Мен де білем, өйткені әйел адам қызметпен жанұяны алып жүру деген өте қиын екенін. Енді өзіңіз 40 жылдан астам ұстаздық еңбек жолыңыз бар. 32 жылдай мектеп директоры болдыңыз, басшысы болдыңыз. Осы кездерде қиындығы мен қызығы мол дейді ғой. Осы сәттерде сіз көптеген табыстарға, биіктерден көріндіңіз. Сол сәттердегі бір болған сәттеріңізді айта кетсеңіз, қандай жетістіктерге жеттіңіз деген сияқты. Әрине, әрбір ұстаздың еңбегі шәкірттерімен байланысты. Өзімен бірге қызмет істеп отырып, мектепті басқарып отырғасын ғой, өзіңнің басқарып отырған ұжымның күнделікті ахуалы, осының барлығы, ата-аналармен жұмыс атқарып отырғанда ата-аналардың көңіл күйдері, бұның барлығы мектептің дәрежесіне, мектептің беделіне үлкен үлесін білдіреді. Осы орайда мен ең бастысы ұжымда тіл табысуды мақсат еткем. Қандай да болса да жақсы ұстаздар болады, орта деңгейде ұстаздар болады, кейбір енді кавычкада алып қоян қисық ұстаздар да бар. Бірақ ең жақсы жұмыс істейтін, жұмыс атқаратын ұстаздар алдына бір мақсат қойып, мен осы ұстаз боламын, жаңа жоғары деңгейде қызмет атқарамын деген ұстаздармен жұмыс атқару өте жақсы. Себебі сол кісілердің ең бастысы өзің үйренесің, сол кісілердің тәжірибесін аласың, сол кісілердің айтып отырған сөздерінен өзіңе түйіп кеудеңе тоқып аласың соның барлығын. Соның арқасында ұжым біраз жетістіктерге жеттік. Аудандық көлемінде қандай іс-шара болмасын, ең бірінші біздің мектептің аты болатын. Қандай қиын тапсырма болғанда осы коллектив көтеріп алып кетеді деген. Бұл сенім мүмкін маған да байланысты шығар, себебі мен өзіме өте үлкен жауапкершілікпен, үлкен бір мақсат қоя білетұғын алдыма. Ал сол коллективті алдына қаратай ұмтылуға, жүргізуге, соған күш жігерімді жұмсауға күн демей, түн демей ізденісте болатығымын. Ал соған орай мен өте бақыттымын деп санаймын өзімді. Себебі менің алдында көп ұстаздар қызмет етті. Сол кісілердің еңбектерін, сол кісілердің іс тәжірибесін өзімнің тәжірибемде қолдана білдім. Аты әйгілі кісі Рахым ағай деген кісі болатын, ол кісі мектеп директоры болған. Галика Малыч деген кісі біздің аудандық білім бөлімінде методикалық жұмыстарды басқарған.
Абдуалиев деген кісілер, сол кісілердің іс тәжірибесін мен өзімнің тәжірибемді қолданып отырғандағы жаңа мұғалімдердің іс тәжірибесін солардың үлестіріп бір-бірлерімен үлкен жетістіктерге жеттік. Жылдан жылға балаларымыз мектепте жақсы шығып отырды. Мына кейінгі кезеңде ұлттық бірыңғай тест деген болды. Бір жылдары біз 4 медаль, 5 медаль, 6 медальдарды алып отырық. Сонда енді жаңағы коллективтің қуанышы деген аспанға ұшты ғой, барлықтары қуана білді. Ата-аналарымыз да, балаларымыз да. Себебі шын мәнінде ұжым ең басты өзінің мақсаты балаға сапалы білім беру және саналы тәрбие беру болатұғын. Көп мектепте көп балалар шықты, барлығын атап қазір есімде мүмкінде ұмытып қалармын кейбіреулерін, бірақ қазіргі кезеңде мына Сенатта отырған Динар Нүкетаева көп жұмыстар атқарды. Содан кейін Атамқұлов Бейбіт деген сол кісілер барлықтары осы біздің мектепті бітіріп, мектептің түлегі болып ұшқан азаматтар. Енді қазіргі кезеңде сандарын айтып шығуыма болады. Біздің мектептен 132 кандидат шықты, әртүрлі саладан, жаңағы математика, физика, химия, биология, медицина тарапынан. 28 доктор наук болды. Бұның барлығы мен ойлаймын біздің ұжымның жеткен жетістігі деп ойлаймын. Көп кездесулер республикалық көлемінде бір кезеңде бір үлкен бір акция болған, жаңа жас отбасыларына және де мына жетім жесір бала шағаларға көмектесу дегенде, сонда мынандай бір акция өтті. Женщина мира против бедности деген үлкен шара өткен болатын республикалық деңгейде. Сол кезеңде сол акцияны басқарып кеткен, бірақ қазіргі кезеңде ол кісі қайтыс болып кеткен Мария Беспаевна Журектаева деген талай жылдар болды 2-3 созыв мәжіліс депутаты болған кісі, сол кісі жүргізіп үлкен ауқымды іс-шаралар өткізген болатын. Сол кісі мені осы Рысқұлов атындағы орта мектебіне директор ретінде тағайындаған кісі. Бір жағынан ол кісі менің жаңағы тәлімгерім деп айтсам да болады. Сондықтан да ол кісінің жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Сондай керемет кісілермен жұмыс атқарған кейін алдыңдағы қойған мақсатың және өзіңе қоятығын талап күшейе бастайды күннен күнге. Өзіңе талап қойған кейін сол талапты елден, коллективтен талап етесің, ұстаздардан талап етесің, оқушылардан талап етесің. Керемет, бүгінгі сұхбатыңызға көп рахмет. Енді айтады ғой, ана бір қолымен әлемді тербетсе, бір қолымен бесікті тербетті деп, нағыз ұлы дала аналары осы сіздердей болу керек деп ойлаймын. Енді ана деген сөзді есту, оны іштей қайталау, сыртқа шығарып айту керемет сезім ғой. Осының барлығы осы аналардың жетістігі деп ойлаймын. Осы барлық жетістікке осы анаңыздың берген тәрбиесінің, әкеңіздің берген тәрбиесінен деп ойлаймын. Сондықтан да осы ата-аналарыңыз туралы айта кетсеңіз. Дұрыс қой. Барлығы тектен дейді. Тегің жақсы болса, өзіңнің арғарай алып кететіғын жолың даңғыл болады, атқарған істеріңнің барлығы мәнді болады деп ойлаймын. Мен өзім болсам қарапайым отбасынан шыққан болатын. Әкем, шешем мал баққан кісілер. Бірақ сол кісілердің берген тәлім тәрбиесі, айтқан сөздері, ең бастысы әкем айтатын, ешкімнің ала жібін аттама деп айтатын. Осының өзі деймін үлкен бізде тәрбие деп ойлаймын. Шешем болса ол кісі қарапайым кісі, 93 жасқа келді. Сол кісінің алдында біз кәдімгідей басымызды иіп отыратынымыз, себебі көкірегі ояу, барлық қазіргі заманның кезіндегі болып жатқан дүниелердің барлығын түсініп айта білетін кісі. Сондықтан да бізде сол өзіміздің ұрпақтарымыздың өсіп өнген отбасымыз, өмірге дүниеге әке шешем 6 бала алып келді. Барлықтары жоғары білімді,
Олардың бала шағаларының барлықтары қазіргі үлкен қызметте, барлықтар қызмет атқарып жатыр. Бұның барлығы сол осы екі үлкен кісілердің арқасында деп ойлаймын. Соны ары қарай жылжытып, ары қарай алып кету ол менің міндетім болған. Сондықтан да қазақта айтады ғой, алға арба қалай жүрсе, соңғы арба солай жүреді деп. Сол енді менің артымнан ілесіп келе жатқан бауырларым да қазіргі кезеңде жаман емес. Өзімнің отбасымда жақсы, балалы, үбірлі шүбірлі болып өсіп келе жатырмыз. Өзім де балаларым жоғары оқу орнын бітіріп, әрқайсысы өздерінің отбасы бар. Немере бағып отырған кезенім қазіргі мен. Ең бақытты кезең осы, немере бағып отырған кезең деп ойлаймын. Керемет сәт. Сондықтан да аналардың барлықтары бақытты болсын, ғұмырлы болсын деп тілеймін. Бала шағаларының көп құрмет көрсе екен деп тілеймін. Барлық аналар. Қазіргі кезде осы балалар тәрбиелі болып, ата-анасын биікке ұстайтын, адамгершілігі мол, инабатты болып өскені, ол ата-анаға да үлкен бақыт қой. Әрине. Көп рахмет сізге бүгінгі сұхбатыңызға. Аман болыңыз, немерелеріңіз өсе берсін, биіктерден көріне берсін. Сіз осындай керемет ана болып, әже болып, отбасыңыздың ұйытқысы болып, аман есен болыңыз. Көп рахмет. Елдің жадында аңыз бен ертегіге айналған кейіпкер ретінде жырланып келе жатқан қаншама әйел аналарымыздың өз дәуірінде қоғам белсендісі болып, ақыл ойы мен парасатының арқасында білдей бір мемлекеттің тағдырын шешкені жасырын емес. 5000 жылдық тарихы бар қазақ халқының өмірінде әйелдердің рөлі аса зор маңызға ие.